Құрметті қонақтар, сіздерді бүгін осы көрмеге және көрмені ары қарай жалғастыратын үлкен жұмысқа барлықтарыңызды шақырамыз. Біз жастар жылы дегенде тек қана жастардың тыныс-тіршілігін, болмаса жастардың өмірін, өнерін ғана бағыттап қана қоймай, жастарды біз қоғамға кіргізуіміз керек, ендіруіміз керек. Тәрбиенің ол атасы, тәрбиенің ең биігі бұл сурет өнері. Адам баласының пайда болуынан бергі дүниені алатын болсақ, ең бірінші осы сурет өнері, сызу өнері, жазба өнері осы пайда болған негізінде. Оған бір 40-қа жуық суретшіміз картинасын қойды. Ол картиналардың бәрі бүгінгі біздің қоғамымыздың нағыз сұранысына, сол қоғамдағы болып жатқан жағдайларға жауап беретін картиналар. Видно, что растет совсем новое поколение молодых казахов, казахстанцев, молодых, которые уже воспитанные года независимости. С моей точки зрения, как посла, что Казахстан тоже развивает очень серьезно культурную политику. Культурная политика – это развитие самосознания народа.